1965 жылы Қазақстанның Көкшетау қаласында шағын ғана сүт зауыты ашылды. Зауыттың мақсаты қала тұрғындарын сүт, айран, қаймақпен қамтамасыз ету. Бұл біреудің бизнесі емес, сол замандағы жоспарлы экономиканың бір бөлшегі болатын. Зауыттың жұмыс істеу принциптері де жеңіл әрі түсінікті. Шикізатты колхоздар жеткізеді, ал зауыт оны өңдеп отырады. 1991 жыл КСРО құлады. Колхоздар тарап, фермалар мен елдегі көптеген сүт зауыттары бірінен соң бірі жабылып жатты. Бұл дағдарыс Көкшетау сүт зауытында айналып өтпеді. Шикізат жоқ, ақша жоқ, ал болашақ бұлыңғыр. Елдегі көп кәсіпорын күйреп, тарих ойнауына кетті. Бірақ Көкшетаудағы бұл зауыт аман қалды. 1999 жылы зауыт Гормол зауыт атауымен қайта тіркеліп, басшылыққа Жақсылықовтар әулеті келді. 90 жылдардың дағдарыстан аман қалған зауыт басшылығының алдында Гормол завод елдегі көп зауыттың бірі болып қала ма, әлде дамып өсе ме деген жаңа сұрақ тұрды. Дәл осы кезеңде Жақсылықовтар әулеті батыл шешімдер қабылдай бастады. Жүйелі жұмыс пен тәртіп басты құндылыққа айналды. Өндірістен бастап логистика, дистрибуция сынды процестердің бәрі жолға қойылып, бақылауға алынды. Басшылық артық жарнама, шулы пиарға сеніп отыруға болмайтынын түсінді. Алдымен өндіріс жүйесін қалыпқа келтіру жұмыстары басталды. Шикізат жеткізу логистикасы, автоматтандырылған өңдеу, сапаны күнделікті бақылау, сатылым мен дистрибуция. Әр процесс нақты есеппен, тәртіппен басқарылды. Қарапайым күнделікті сүт өнімдеріне зерттеліп, сынақтан өткен жаңа өнімдер, балмұздақтың жаңа түрлері, құрт, қоспа, қақталған және дәмделген ірімшіктер қосыла бастады. Дәл осы 10 жылдықта зауыт айтарлықтай нәтиже көрсетті. 2010-2020 жылдары үздіксіз жасалған кішкентай қадамдар жеміс беріп, компанияның сапасы мен өнімдерін жұрттан мойындай бастады. Алтын сапа президент сыйлығы, ең дәмді балмұздақ, ең үздік құрт, народный любимец. Гормол завод бір ғана аймақтың бренді емес, оның өнімдері қазақ дастарханының бір бөлшегіне айналды. Ал енді компанияның бүгінгі жағдайына шолу жасайық. Бүгінде күніне 100 тонна сүт өңделеді, ал зауыт ассортиментінде 50-ге жуық өнім бар. 2025 жылы Гормол завод балаларды қорғау күніне орай 1700 келілік балмұздақ дайындап, ұлттық рекорд орнатты. Өндіріс цехтары йогурт, ірімшік, балмұздақ фасовкасы, ұлттық сүт өнімдерін өндіретін цех және сапа бақылауы зертханасы бар. Қойма және тасымалдау саласы қалыспайды. Автопаркте 40 көлік, оның ішінде 18 тоңазытқыш фургоны бар. Ал одан бөлек 1200 бас малға арналған ферма ашу, өнімнің жаңа дәмдер мен түрлерін енгізу жоспарланып отыр. Осылайша, кезінде жабылып қалмаудың жолын іздеген зауыт бүгінде жүйелі, қуатты, танымал кәсіпорынға айналды. Гормол завод үлгі бола алатын 5 инсайт. Жүйе хайптан да маңызды. Кез келген нарықта тұрақтылық керек. Кешеден бүгінге, бүгіннен ертеңге өтудің бір ғана жолы жүйе, бақылау және тәртіп. Өнім бұл жай сүт емес. Қоспа, құрт, ірімшік, балмұздақ, әр дәм технолог пен кәсіпкердің бірлескен еңбегінің жемісі. Нағыз сапалы өнімнің артында ерен еңбек және төгілген маңдай тер жатыр. Инновация бұл жай ғана тренд емес. Қажеттілік және инновация термині тек технологиялық жаңашылдықтарға байланбайды. Мәселен, шоколадпен қапталған қоспа немесе балмұздақтың жаңа дәмі де өз алдына бөлек жаңашылдық. Нарық дәл осындай жаңашылдықтарды жақсы көреді, бұл тұтынушының сұранысына дер кезінде жауап беру. Нағыз лидер болу үшін артықшылықтарды көре білу керек. Басқалар дағдарыс көрген жерден сіз мүмкіндік көріңіз. Гормол заводтың ұстанымы осы. Ұлттық болмыс брендтің арқауы. Құрт, қоспа, ірімшік жай ғана өнім емес, бұл тұтас мәдениет. Сапамен дәстүр үйлескенде бренд ұлтпен бірге өседі. Сонымен достар, сіздермен бірге болған BizLab жобасы келесі шығарылымдарда жүздескенше сау болыңыздар.